Аманжол Рақымжанның қасымымын, мен қалған бір атаның ғасырымын, біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылымын, деп жырлаған Қасым Аманжолов 1911 жылы қараша айының 10 жұлдызында қазіргі Қарағанды облысының Қарқаралы ауданына қарасты Қызыл ауылында дүние есігін ашқан. Ата-анасының жастай жетім қалып, ағасының қолында өседі. Алғашында жаңадан ашылған ауыл мектебінде оқып, сауатын ашады. Одан соң 1924 жылы ағасы Қасымды Семей қаласындағы интернатқа орналастырады. Қасым мұнда 1927 жылға дейін тәрбиеленіп, одан әрі қарай 3 жыл Семей мал дәрігерлік техникумда оқиды. 1930 жылдан бастап журналистика саласында Лениншіл жас республикалық жастар газетінің редакциясында жұмыс істейді. 1931 жылы Ленинградтағы орман шаруашылығы институтына түседі. Бірақ денсаулығына байланысты және түскен оқу өзіне ұнамағандықтан бірер жылдан кейін елге оралады. Елге келгеннен кейін Орал қаласында Екпінді құрылыс деген газетке қызметке орналасады. Жас ақынның көптеген өлеңдері осы газетте жарық көреді. Елінде жүріп, 1933 жылы отан алдындағы борышын өтеп, әскерге барып қайтады. Қасымның ардында ақын ретінде қалыптасуына Орал қаласының тигізген әсері зор. Осы өңірде жүріп, ол ең алғашқы алаулаған махаббат туралы жалынды жастық жайындағы жырларын дүниеге әкелді. 1935 жылы Оралдың театр группасын ұйымдастырады. Әншілік, әртістік өнерге бейім, бірсыпыра музыкалық аспаптарда еркін ойнайтын ақ көңіл, жайдарлы жүзді Ерке Қасымның театрда қызмет еткен кезі өміріндегі ең бір қызықты, қымбат шағы болып қалады. Оның бойындағы туа бітті зор таланты да осында белгі беріп, ақындық жолына біржолата бет бұрады. 1938 жылы тұңғыш өлеңдер жинағы «Өмір сыры» деген атпен жарық көреді. Қасым Аманжоловтың шығармашылық өмірбаянында Ұлы Отан соғысы жылдары өте ерекше орын алды. Ол 1941 жылы армия қатарына шақырылады. Соғыс кезінде қиыр шығыста біраз уақыт қызмет етіп, кейін майданға ауыстырылады. Содан соғыс аяқталғанға дейін қанды қырғын мен қып-қызыл өрттің ішінде болады. Ақынның ең керемет өлеңдері майданда болған кезінде жазылған. Намыскер, өжет, қайсар Қасым жауынгерлік міндетін жан аямай атқарады. Қиыр шығыс пен батыстағы майдан аралығында ұзақ сапар, Қазақстанды қақ жарып өтетін жол әсершіл, ұшқыр қиялды ақын жанын қатты тебірентеді. Соның нәтижесінде Сарыарқа, Орал, Байкал өтіп бара жатырмын тәрізді тек Қасымның ғана емес, сол кездегі бүкіл қазақ поэзиясының жетістігі болып саналатын өлеңдері дүниеге келді. Қасым Аманжолов 1955 жылы шығармашылық өмірінде қайтыс болды. Ол қайтыс болғаннан кейін оның шығармалары 3 томда жарық көрді. 1958 жылы Мәскеуде ақынның таңдаулы өлеңдері мен шығармалары жинақ жарық көрді. Қасым өзінің аққан жұлдыздай жарқ етіп өткен қысқа ғұмырында халқына, туған жері мен еліне баға жетпес мұраларын қалдырып кетті. Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді демекші, Қасым Аманжоловқа биыл 110 жыл толуда.